нөмірі 37 мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиет пәні мұғалімі Баймағамбетова Эльмира. Оқуға құштар мектеп жобасы аясында іс-шараларға сай жақсы кітап, ақылды адам әңгімесімен бірде атты челленджді нөмірі 36-шы Әбілда Тәжібаев атындағы мектеп лицейіндегі әріптестерімнен қабыл алдым. Осы челлендж бойынша ұсынатын кітабым Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романы. Ақбілек романы қазақ ауылындағы дүрбелең жылдар шындығы, олардың дәстүрі мен тұрмыс, жекелеген адамдардың іс-әрекеттері мен қарым-қатынасын, әсіресе негізгі тұлға Ақбілектің қызығы мен қиындығы, мол өмір жолындағы мұң мен шерде, сырда толғайтын туынды. Бір ғана қазақ қызының күрделі тағдыры, негізінде әлеуметтік төңкерістер тұсындағы қазақ ауылының көріністері суреттелген. Алғашқы қазақ романдарының бірі. Сонымен бірге халқымыздың өткен өмір көріністері, адамдар арасындағы көзқарастар қақталысын, ел мен жер, келешек күндерге деген наным сенімдері серпінді, шабытты, көркем кестеленеді. Романда көтерілген басты мәселе қазақ қызының тағдыры, әйел теңсіздігі. Жүсіпбек Аймауытовтың Ақбілек романын оқуға ұсынамын. Осы челленджді Қаныш Баймағамбетов атындағы нөмірі 42-ші мектеп лицейіндегі әріптестеріме жолдаймын.